Еңбек етсең емес, сынақтан кешуді емес. Бәріне керегі хайп маңызды емес. Маңызды тыңдармандар, фандарга толы дала. Маңызды сендерді тербету, маңызды сахна. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгін «Ищу жену для мужа» атты толық метрлі фильміміздің түсірілім алаңдамыз. Бүгін бізде Шымкент қаласында погода сәл қолайсыз болып тұр, бірақ настроение тема. Короче, біз бүгін осындай мейн осындай ресторандамыз. Қазір іште болып жатқан съемочный процесспен таныстыратын боламыз. Біздің «Ищу жену для мужа» атты толық метрлі фильмімізде басты рөлді сомдайтын Дәурен Айдарқұлов ағамыздан қазір түсірілім барысын сұрасақ. Аға, қалай болып жатыр? Ассалаумағалейкум. Негізі өте қызық болып жатыр. Неге? Себебі сценарий өте қызық. Жалпы бұл киноның темасы да өте актуалды. Жалпы бүгін тойдың сахнасын түсіреміз да. Бүгін енді Сойхан түсірілім болайын деп тұр. Бүгін осы тойды жүргізетін ағамыз. Есіміңіз? Бақытжан. Бақытжан аға, қалай болып жатыр өзіңіз? Түсірілім ұнап жатыр ма? Өзіңіз туралы айтып берсеңіз, не болып жатыр өзі? Ұнап жатыр, енді мен бұл жерде түсірілімге емес, кәдімгі тойдың заказына келген адам ұқсап тұрмын ғой. Той басқаруға дайындалып тұрмыз. Той мен киноның несі қалай екен, айырмашылығын айтсаң кетеңіз? Айырмашылығы енді бұл жерде өзіңнің әйтеуір мақсатың бар, целің бар. Сол бойынша жұмыс жасайсың, ал тойда енді кәдімгі тойгершілік қой. Дұрыс. Рахмет. Көппен бітетін. Дұрыс. Сол барлығы. Рахмет. Рахмет. Сіз кімсіз вообще? Художник по костюмам. Анель. Oh my god, бұл Герман. Анель, есіміңіз Анель. Біз бэкстейдж түсіріп жатырмыз. Бір-екі аузыңыз. Пару слов туда-сюда. Пару слов сделай туда-сюда. Просто пару слов. Мен бақыттымын деймін. Бақытты екен. Бақыттарыңызға сәлем. Күшті киініп жүріңіз. Өйткені киім өте маңызды. Вот біздің костюмердің айтқан цитатасы деп, цитата. Біздің Даяна әпкеміз хлопушка ұрады, постоянно пах етеді, пахылдап жүретін кісі. Закачу бутер, выкину печаль, это ритуал. Буду, то не буду подружиматься. Қалай болып отыр, не болып отыр? Күшті болып отыр. Бүгін не сахна енді сіздер ғой? Бүгін тойхана ең важный сахна бүгін. Ең маңызды, финал, Финал прям киноның күштер. Көріңіздер. Қазір біз осы фильмнің продюсері Зейнулла ағамызбен сұхбат. Жалпы бүгін осындай дайындық барысы жүріп жатыр. Сол туралы бір кішігірім өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз. Бүгін сценарий бойынша жалпы тойда бас кейіпкерлер келіседі, 3 бас кейіпкер. Соның шағын ғана несін жасайтын болатынбыз бұл жерде. Сондықтан көктемде Құдай қаласа неге келіңіздер, съемкеге, емес еді, жаңағы кинотеатрға келіңіздер. Махаббаттың құдірет күші әлдилер, екі жақтың табыстырған жүрегім. Жастық жауын асылар мамағын бақыт сыйлап ұсын мүкті гүлдерім. Ой үстінде тәтті күнде Ташыбайлар шат күлімдер Ән салайық би-билейік Шарықтасын шаттығымде Бірге аттанып болашаққа өмірге Тіпті бүгін ортамызға отауы Қуаныш пен шаттық орнап көңілге Тойламаққа келдік бүгін көп қауым Тойысында тәтті күндер Ташыбайлар шат күлімдер Ән салайық би-билейік Шарықтасын шаттығымде Бізде осылай кадрларды дұрыстап, фокустарды ретте отыратын Арман ағамыз. Осы кісінің еңбегі ерең негізі. Міне, Арман аға съемка қалай болып жатыр? Бәрі жақсы, негізі мен киномеханикпін. Камераны жинап беремін негізі. Енді кезекте біздің дыбыс оператор ағамыздан кішігірім сұхбат алатын болсақ. Бек аға, қалай болып жатыр съемка, өзіңіз айта кетсеңіз? Өте керемет. Басқа да, мысалы, Алматыдан келген актерлармен жұмыс істеу өте керемет. Кино жалпы жақсы. Жақсы деңгейде өтіп жатыр. Жақсы, шаршамаңыздар, бұл кісілер. Мен де түрім шаршап тұрмын, мына кісілерді шаршамаңдар. Шарықтасын шаттығымде